Сәлеметсіздер ме? Мен Ақмола облысының Атбасар аудандық сотының судьясы Әсел Іргебайқызы Жапарова. Жуырда ғана мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи форматтарын енгізу, артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгертулер туралы заңына қол қойды. Аталмыш заң ағымдағы жылдың 22 маусымында заңды күшіне енді. Енді азаматтық процестік кодекстің 5 және 6 тарауына енгізілген жаңалықтар жөнінде айтып кетейін. Азаматтық процестік кодекске іске қатысушы адамдар қатарына сот приставы және аудармашы тұлғалары енгізілді. Алайда бұрынғы заңнамада осы тұлғалардың өкілеттіктері белгіленбеген еді. Сот приставы істі соттан қарау барысында сот отырысы залында қатысатын адамдардың қауіпсіздігін және қоғамдық тәртіп пен тыныштықты сақталуын қамтамасыз ететін тұлға. Сот приставы сонымен қатар сотқа келушілердің сот ғимаратына кіріп шығуын, тыйым салынған заттарды сотқа алып келмеуін, сондай-ақ сот ғимараты ішінде жүріп тұруын қадағалайды. Ал аудармашы деген кім десеңіз, бұл аударма жасау үшін білу тілін, қажет тілді меңгерген және егер іске қатысатын адам білмеген жағдайларда, іс жүргізіп жатқан тілді білмеген жағдайда, сол сияқты жазбаша құжаттарды аудару үшін сотқа тартылған адам болып табылады. Азаматтық процестік кодекске сай, арыз сотқа қай тілде түссе, іс сол тілде қаралуы тиіс. Ал Қазақстан еліміз көп ұлтты ел болғандықтан, сот ісін жүргізу тілін білмейтін адамдар кездеседі. Мысалы, азаматтық іс бойынша сот ісі қазақ тілінде жүргізіледі. Ал жауапкер, не болмаса куә, қазақ тілін жетік білмейді, не болмаса мүлдім білмейді. Осы жағдайда төрағалық етуші судья осы адамдарға істің қаралуына аудармашыны тарту мәселесін шешуі тиіс. Ал аудармашы өз кезегінде осы адамдар үшін қажетті аударманы жүзеге асырады. Назарларыңызға рахмет.